1494 жыл 7 маусым, Тортеселяс, Испания. Мына ғимаратта Португалия мен Испания корольдіктері арасында жаңадан ашылып жатқан жерлерді екіге бөлу жөніндегі келісімшартқа қол қойылды. Мына бір қызық картаға мән беріңіз. Бұл карта 1502 жылы жасалған. Мұнда аталмыш келісімшарт негізінде әлемді екі ықпал ету аймақтарына бөлген сызық сызылған. Сол сәтке дейін Испания мен Португалияға Атлант мұхитында орналасқан Мадейра, Канар және Жасыл мүйіс аралдары, сонымен бірге енді ашылған Куба мен Ямайка аралдары белгілі еді. Олар Индияны біледі, бірақ оған қалай бару керектігін және қай жерде екендігінен де хабарсыз. Куба мен Ямайканы білгенмен, оны әлі Индия деп жүрген кездері еді. Бірақ та өздері білмесе де әлі талай жерлерді ашатындығына және ол жерлерге иелік ете алатындығына сенімді еді. Рим папасы Николай V мен Калликс III 1452-56 жылдары Португалияға Бажадор мүйісінен оңтүстікке және шығысқа қарай, яғни үндістерге дейін ашылатын жерлерге иелік ету құқығын берді. Кастилия бұл құқықтарды 1479 жылы ғана мойындады. Ал 1481 жылы Рим папасы Сикс IV Португалияға Канар аралдарының оңтүстігіндегі барлық жерлерді берді. Осылайша жаңадан ашылатын жерлердің барлығы Португалияға тиесілі болып қалды. Бірақ 1492 жылы Испан корольдігінен қолдау тапқан Колумбтың айналма жолмен Индияға саяхаты бұл заңды қайта қарап шығу керек екендігіне түрткі болды. Колумбтың батыс Индияны ашуы Португалия королін әбігерге салды. Ал Испания корольдігі папаның бұйрығын шетке ысырып қойып, Колумб ашқан территорияны Испанияға тиесілі деп санауды талап етті. Осылайша тағы бір соғыс басталып кету қаупі тұрды. Бұл мәселені тек католик шіркеу басшылары ғана бейбіт жолмен шеше алатын еді. Сондықтан Рим папасы Александр VI 1493 жылы 3 мамыр күні жаңа заң жариялады. Ол заң жобасы бойынша Кабо-Верде, яғни Жасыл мүйіс аралдарынан 100 лиг ара қашықтықта өтетін сызықтың батыс бөлігінің барлығы Испанияға тиесілі, ал сызықтың шығыс жағы Португалияға тиесілі болып қалды. Бірақ та бұл заң Португалия королі Жуан II ұнаған жоқ. Сондықтан Жуан II Рим папасының заңын ысырып қойып, испандықтармен тікелей келісім жүргізуді талап етті. Осылайша 1494 жылы 7 маусымда Тортеселяс қаласында екі жақтың делегациялары кездесіп жаңа келісімшартқа қол қойды. Ол келісімшарт бойынша Рим папасы Александр VI сызып берген сызық батысқа қарай 270 лигқа ұзартылды. Осылайша Португалия Кабо-Верде аралынан 370 лиг ара қашықтықта емін-еркін іс-әрекет жасауға құқылы болды. Бұл келісімшарттың бір қызығы, Испания мен Португалия жерлерді бөліске салған кезде қандай жерлерді бөлісіп жатқандығынан да бейхабар еді. Сондай-ақ бөліске түскен жердің жергілікті халқы бөтен біреулердің өздерінің жерлерін бөліп жатқандығынан да бейхабар еді. Бұл келісімшарт адамзат тарихында жаңа жүйе, колониализмнің туына әкеліп соқты.